Сізге құрметсіздік көрсеткендерге қарсы тұрып бастағанда, олар сізді тәкаппар, эгоист деп кінәлап бастайды. Сіз ешкімге өзіңізді тепкілетуге міндетті емессіз. Бірақ құрметсіздікке қарсы тұрып, шекара қоя бастағанда кейбір адамдар бұны қылмыс деп қабылдайды. Өзгеріп кетіпсің. Мақтанып жүрсің. Эгоист болып алғансың деген сөздер қардай жауа бастайды. Неге бұлай? Себебі олар шынайы сені емес, оларға ыңғайлы нұсқаңды сүйген. Манипуляторларға керек болған үндемей көніп жүретін, бәріне иә дейтін, ішіндегісін жұтып қоятын сен. Енді сен өзіңді құрметтей бастағанда, олар өздерін жайсыз сезінеді. Бұрын сен олардың қуыршағы сияқты едің, сені өздері қалағандай пайдаланды. Ал қазір есті жауып бөгет қойғаның олар үшін сатқындық сияқты. Қорқпа. Әр шекара өзіңе деген құрметтің бір бөлімі. Кімге ұнамайды? Ұнамасын. Бұл өмірде өзіңді жоғалтқанша, сені қадірлемейтіндерді жоғалтқаның дұрыс. Егер сен өзіңді қорғамасаң, ешкім де сені қорғамайды. Есіңде болсын. Өзіңді сүю эгоизм емес, ол өзіңді қорғау. Сондықтан шекараңды сыз, қатты емес, нақтысыз. Жоғалтып алған адамдар үшін уайымдама, олар ешқашан шынайы сенің қасыңда болмаған.